Kırıklarını aytında tüsünme kavida toslasın. Aytımın esine köpüle girer. Менің ішінде сотталушылардан құқық қорғау органы болып тұр ғой. Соншама неге барлықтарыңыз кіріп алғансыздар, неге біздер кіріп көрмедік мына? Sabır etsin. Adamlar etsin. Жиылған көпшіл көмші барлық қаралар. Бұл өкіметтің әділдік деген нәрсені қайдан табамыз? Осы әділдік па? Жөнғаны еріп барған адам соттап отыр. Әділдік қайда кімге айтамыз? Скорый. Скорый. Кісіге мүлдем жағдайы нашарлап, есінен санып қалды. Кішкентай демалсын. Гүлдария Шеризат, Әлімнұр Тұрғанбайдың әйелі. Қазағым деп келгенде қаңғырып қалдым деп жылап жатыр. Ой, мына кісінің жағдайы мүлдем нашарлап кетті. Бұл Гүлнар Шаймұрат. Прокурордың сұрағаны толығымен берілді. Иә. Ішінде Бақытжан деген 65 жастағы пенсиядағы ақсақал ағамыз. Сол кісінің өзін сот залынан 5 жылға бас бостандығынан айырып алып кетті. Нұргелді 3 жыл бәріне бірдей бүкіл адамға 3 жыл қоғамдық саясидан шектеу берілді. Ал Нұргелдіге 408 ай, Бақытнұрға 5 жыл, Бейсеналіге 408 ай, Тұрдыбайға 5 жыл, Беделқанға 408 ай, Назигүлге 408 ай, Асылханға 5 жыл, Аян 5 жыл, Гүлнар 5 жыл, Гүлдария 5 жыл, Ерғали 5 жыл, Бекзат 5 жыл, Тұрсынбек 5 жыл, Еркінбек 5 жыл, Ербол 5 жыл, Марғұлан Тош 5 жыл, Қуандық 5 жыл, Бақыттан 5 жыл, Батылбек 5 жыл. Бұл жерде баласы барлар Шаймұрат Гүлнар 5 жылдан кейін 14 жасқа тосқанда 5 жыл бас бостандығынан айыру жазасы, және менің анашым Шеризат Гүлдария 1 жылдан кейін 5 жыл бас бостандықтан айыру жазасы көзделді, және Мақсұтқа Назигүл баласы 14 жасқа келгеннен кейін 5 жыл бас бостандығынан айыру. Рахмет. Гүлдария, сіз қалай бағалайсыз осы бүгінгі? Мынау мен заңсыздық деймін, өйткені біз Қытайға кетіп заңсыз қамап отырған күйеуімді іздеп жүрген балаларымның әкесі, Құдай қосқан жолдасымды. Ал енді заңсыз түрде әзір соттап отыр. Заңсыз деп бағалаймыз. Хабар бар ма Әлімнұрдан? Әлімнұрдан нақтылы бізге былай хабар берген жоқ енді. Барды келді адамнан естігенімізде 2,5 жыл деп айтқан, бірақ та бізге нақты несі жоқ. Айтыңызшы, Гүлдария, мысалы сіздер Қытай Республикасының төрағасының жаңағы суретін өртеген кезде нота жариялады. Ал Әлімнұрға нота жариялады ма? Жоқ, жариялаған жоқ. Бұл нені дәлелдейді? Бұл Қазақстан мемлекетті хаос мемлекетке айналғанын, ешқандай заң орындалмайтынын, заңның бесетке басып тұрғанын, және конституциялық нормалардың ешқандай қағаз жүзінде ғана ол ешқандай азаматтар құқығын қорғамайтынын, соншалықты әділетсіз хаос мемлекетке айналғанын білдіреді. Қытайдың шетелдің нотасымен өз азаматтарын соттау, оны қылмыстық іске тігу және айыпталар түсінде оны жазу, ол өзінің тәуелсіздігінен бас тарту болып табылады. Ол саяси құжат болғандықтан оның процессуалдық мәртебесі жоқ, ешқандай процессуалдық мәртебесі жоқ. Соған қарамастан біздің іске
Қытайдың нотасын тіккен және ол айыптау актісінде жазып қойған. Айыптау актісінде біз тергеуге Қытай тарапы, Қытай билігі біз тергеуге сенеміз деген демек бұйрық берген. Біздің билік Қытайдың бұйрығын орындап отыр. Ал жалпы 74 баптық самайт мен өзім заң ғылымның магистрі ретінде айттым, диспозициясында ондай сөз жоқ. Шетел туын өртеу, шетел басшысының портретін өртеу деген бап жоқ. Демек қылмыстық қылмыс деген қылмыстық кодекс, қылмыстық құқық ол состығы бойынша қолданылмайды. Состығы бойынша қолданылмайды. Кішкентай баласы бар. Не үшін деген сіздер оны әкеліп жатырсыздар қазір? Айтыңызшы, прокурор мырза, не үшін осыншама үлкен жол сұрадыңыздар? Жоқ, қатыспасаңыздар да жалпы білесіз ғой. Сіз не істеп жүрсіз онда бұл жерде? Қауіпсіздікті сақтап жүрмін. Мұнда толып жүр ғой арнайы жасақ. Мен сөздер естіп қалдым. Қазақстан Республикасы мен Қытай бірлесіп, жаңағы заңсыз шешім қабылдады. Тағы да басқа сөздер әлеуметтік желіге таралатын болса, ол жерде 452 Мен дәл қазір түсіндім, мен сіздерге жай ғана түсіндірме жұмыстар жүргізіп жатырмын. Егер әкімшілік құқық бұзушылық болса, полиция қызметкерлері сізді полиция басқармасына жеткізіп, әкімшілік айыппұл толтырады. Мен өзімнің жұмысымды атқардым, сіздерге түсіндіру жұмыстарын жүргіздім. Сіз қазір аңдып тұрсыз, кім қалай сөз айтады? Менің жұмысым ол, мен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етіп тұрған Ол түсінік. Өз сұхбатымызды қалай сөйлегімізді, егер де әлеуметтік жерге таралатын болса, мен жаңағы шара қабылдайтын. Әлеуметтік жерде қызметкерлер шара қабылдайтын болады. Мен сізге соны түсіндіру. Бұл жерде сотталып жатқан және істеліп жатқан 10-20 шақты адамның проблемасы осы. Бұл жерде тағы да арғы беттегі 4-5 миллионның мүддесі емес. Бұл жерде бүкіл қазақ ұлтының мүддесі жатыр бұл жерде. Бұл негізі енді ар жағында үлкен саясат қой.